тоқ соқпаса болды, одан басқа арманым жоқ қазір. Ер алма түркмен тілінен аударғанда қандай мағынаны білдіреді? Осындай қиын неге сұрақ қоясыздар? Ең соңын қалдырды. Біз енді өзіміз қалай табамыз деп жаңадан қиынап отырмыз. Біз енді бір шешімге ортақ негізінен келдік, бірақ енді ол сөзді айтқан ол сөзден бастысы есіме түспеді. Yes, давай. Ben isterim kız olsun, rupacıkla olsun. Ben isterim kız olsun, aşağısı toplu olsun, лақчасы ялпақ olsun. Енді татар мен гагауз арасында қалдық деп ойлауға болады, айтуға болады. Негізінде қарақалпақ тілді жақын, бірақ ол қазақша көбірек. Бұл міндеттер де дұрыс болу керек. Армысы шекарасы бөлек болса да шексіз жайылған түркі әлемі. Бұл түркі тілмаш ойыны. Дұрыс жауап берсек ақшатамыз, қателессек сыйлық. Бүгін бізде қонақта Түркияда туылып, ата жұртына оралған біздің достарымыз. Фетих Алтай Меркіт және Батыр Хамзаұлы. Қолдарыңызда 10 мың теңге, алдарыңызда 10 яшық. Барлық сұраққа дұрыс жауап беруге тілектеспін. Армысыздар, құрметті көрермен, есімім Фети. Өзім Түркия қазақтарынан боламын. Өзім Стамбулда туып өскенмін. 2018 жылғы Астана көшіп келдім. Осында журналистика саласында жұмыс істеп келе жатырмын. Туран News KZ деген жаңалық сайтымыз бар. Сонда түрк тілі бойынша редактор болып істеймін. Негізінде өзім университетте Қазақстан оқып бітіргенмін. Түркістан қаласында Ходжа Ахмет Яссауи деген университетте 2003-2008 жылдары оқып бітіргенмін. Сол кездері түркі әлемінен көп достарымыз болған, Азербайжан түріктері, жаңағы Қырғызстаннан келгендер, Өзбекстаннан келгендер дегендей. Сондықтан өзімге сенімдімін. Бұйырса сұрақтардың барлығын дұрыс жауап беруге тырысамын. Сондықтан көре беріңіздер. Атым Батыр Хамзаұлы, Түркияда туылып өскен қазақпын. Балалық шағым барлығы Түркияда өтті. Универде сол жақта оқыдым. Кейін Атажұртқа оралып келдім. Енді осында 2018-ден бастап тұрам. Дизайнермін. Жалпы жасанды интеллект және сол жаңа қазіргі тақырыпта болған салалармен айналысам. Жақсы, қайсынан бастаймыз? Сізімен біріншіден бастап аяқ жағынан жалғастырайық па, әлде аралас жалғастырайық па? Қалай ойлайсың? Иә, жоқтан бастасақ. Жақсы, кеттік оны. Иә, жоқпен бастаймыз. 5. Кішкентайдан бастайық, 500 теңге қой салайық. Кел. Әзірбайжан тілінен аударғанда анаша деген мағынаны білдіреді. Мен жауабын білетін сияқтымын, ал сен ше, Батыр, қалай ойлайсың? Нақты білмеймін. Түркшеден енді ойлағанымда. Шекіл деген негізі түрк тіліне өте жақын Азербайжан тілі. 80% деп айтуға болады. Жоқ, анаша болмайды онда. Анаша деген қазақшадағы анаша болса, оған келмейді деп ойлаймын. Түркшеде шекил деген сөз бар, ол тіпті түрі, форма деген сөзге келеді. Сондықтан енді түрк тілінде білгеннен соң, міндетті түрде шекил деген нәрсе жаңа қазақшада жоқ деп айтамыз. Анаша емес. Жоқ. Бір сұрағым көрейік. Дұрыс па? Дұрыс. Жоқ, сурет жоқ. Суреттегі мағынаны білдіреді. Суреттегі мағынаны білдіре ме? Яғни шекел суретте дұрыс. Окей. Жоқ, мен басқа деп ойлап қалдым. Тоқ соқпасы болды, одан басқа арманым жоқ қазір. Ақша жаратты болады. Шекел, жақсы білдірсің. Әрі қарай кеттік. 1500 теңге. Окей. Жақсы, енді ары қарай жалғастырайық. Енді кішкене қиындау сұрақтан кетейікші, кішкене қызықты болсын деп ойлап отырмын. Қыпшақ па, Оғыз ба, Қарлұқ па? Үшеуіне бірін таңдайық. Оғыз. Жақсы. Оғыз жағы, түріктері жақ. Енді кішкене көтерейік. 1000 теңге. Ер алма түркмен тілінен аударғанда қандай мағынаны білдіреді? Ер алма. Енді мен тікелей түркше ойлап шығайын. Ер алма, ер деген қазақшада жер, алма деген алма болса, жер алма. Жер алу. Түркмен тіліне деген. Түркмен тілі негізінде түрк тіліне өте жақын ғой. Оғыз тіліне жақын. Сондықтан не деп айтсақ болады? Ер алма, жер алма. Ер алма орналасу. Орналасу болу. Қоныс аудару деген сияқты ма? Соны қайсына айтайық? Қоныс аудару или жер алу? Уақыт кетіп жатыр. Жақсы. Орналасу. Орналасу болсын да. Дұрыс берсеңіздер 11500 теңге болады. Қателесеңіздер 9500 теңге қалады және сенімді қалады. Ортақ нұсқа. Орналасуда қалдым. Бір сұрағым көрейік.
Картоп деген бе? Картоп жер алма. Жер алма, жер алмасы. Ойбай, ұмытып кеттім. Қалай ұмытып кеттім? Жоқ, мен есіме түсті, бірақ картоппен елестіре алмай қалдым. Алма дегенде негізінде кішкене ұқсастық бар еді, ол есіме қалай түспей қалды. Тамаша, әрі кетті 9500 теңге. Жарайды, ал кішкене оңашырақ болсын, онда 50-50. 50. Қанша сен айтып бесті? 500 теңге. Тұрноқ өзбек тілінен аударғанда қандай мағынаны білдіреді? Тырнақ или тұяқ? Жаңағы. Адам тырнағы ма, не ма, тұяқ па деген. Енді бұл жақта екі түрлі. Тырнақ деген адамға жатады, тұяқ деген жан жауырларға жатады. Тырнақ. Бізде енді оларда керісінше болуы мүмкін. Бірден ойламайық па, тікелей дейік ойлайсың. Тырнақ, тұяқ, тырнақ, тұяқ, тырнақ, тұяқ, тырнақ, тұяқ. Қайсын кетейік? Бір ма, екі ма? Тұяқ деген дұрыс сияқты. Тұяқ деген ба? Иә. Жаумырлады. Себебі бұл жаңа оқытатын сұрақ сияқты. Иә, мені кішкене біз алдап қоятын сұрақ сияқты. Тікелей аударды. Онда уақытымызды алайып жатыр. Онда тұяқ деп мысалы. Ортақ нұсқа? Тұяқ. Дұрыс жауабым керек. Дұрыс деп сенемін. Давай. Тырнақ, тікелей негізі қатты ойлау керек. Жақсы, одан ұтылып қалдық. Келесінен жалғастырық, амал жоқ. Тест. Жоқ. 500 теңге тағы. Пейіл, қарақалпақ тілінен аударғанда қандай мағына береді? А. Пейіл, Ә. Құлпынай, Б. Құжат, В. Етістік. Пейіл деген өте ұқсас. Құлпынай деген. Қарақалпақ тілінде. Қарақалпақ қазақша өте жақын. Жақсы. Сондықтан ол пейіл болуы мүмкін ба? Құжат деген, файл дегеннен орысшадан келмейтін шығар деп ойлаймын. Етістік. Фил деген нәрсе негізінен бар арабшада. Фил деп біз етістікке айтамыз. Бірақ енді ол екі... Сол болуы мүмкін. Онда пейіл емес, бұны айтамыз, иә? Иә. Енді соған. Өткені бұл жаққа қайта бізді алдап жатқан сияқты деп ойлап атырым. Онда, жауапты біз етістік деп шештік. Қабылдадық. Дұрыс жауап берсеңіздер, 9500 теңге болады. Қателессеңіздер, 8500 теңге қалар және сетте қалсақ. Бұл жылы міндетті түрде дұрыс болу керек. Етістік. Дұрыс жауап керек. Давай. Жақсы, 500 теңге қайтарып алдық. Енді тамаша, 9500, әрі қарай кеттік. Кішкене көңілді бір нәрсе айланып, түрк әні болсыншы, түрк әні. Түрк әні? 5. 1000 теңге өзіме сенімдім. Ben isterim kız olsun, rupacıkla olsun. Ben isterim kız olsun, aşağısı toplu olsun. Lafçası yalpak olsun, dilcesi kısa olsun. Lafçası yalpak olsun, yanakçı tatlı olsun. Kız olsun, dudacı pide olsun. Ben isterim Azerbaycan kız olsun, Tatar ile bunlar Gagavuz da var. Yergence bizim kalma, rubalar üte vurma. Yergence bizim kalma, avulda sevsin kazma. Дұрыс жауап берсеңіздер, ақшаларыңыз 2 есе көбейеді. 2 есе. Енді 2 есе. Азербайжан тілі емес. Азербайжан емес, Емес өткен өзбекше болса жақшы. Бірақ оғыз несі, диалектісі. Оғыз диалектісі. Неге келіп тұрсын? Не гагаuz, не татар. Татар. Қазанда емес, Қырым мүмкін. Қырым, татар дейді. Енді татар мен гагаuz арасында қалдық деп ойлауға болады, айтуға болады. Мен... Өзбекшен емес, басқа нелер емес. Таңдаулар болған күшті болар еді. Қазір тікелей жауап беру, бір ғана жауап беру керек. Қанша ойдан. Онда... Гагаuz дейін ба? Гагаuz деп айтып салайықшы. Дұрыс жауап берсеңіздер. 19.000 теңге болады. Қателессеңіздер, 8500 теңге қалап және серікте қалсақ. Сіздердің нұсқаларыңыз? Гагаuz. Дұрыс жауабым керек. Кеттік дөнер жейіз бұда шыққанда. Федор Слав, баян істерім. Мен істерім қыз олсын. Өте ұқсасы, мен істерім қызыл.
түркчеде истерим деген жана каалайм деген сөз. Иә. Өтө кыса, күчтүү. Одан калса таbii. 19 мың. Ал енді бізде сұрақтар осы қалғаны. Қайсыны айтайық? Ал Батыр, сен айта салшы. Фильм көрейікші. Фильм? Дауыспен немен жүрмесе, енді фильм. 5. 1000 теңге дейік. Сіздерде 2 теңге көтерілетін мүмкіндік бар әрмен қарай. Негізі бұл жағын өзіміз сенімдіміз, иә? Иә, фильм. Онда 1000 дейік та. 1000 теңге. Қарачы кім екен бұл? Бұл эми доске, өзіңді сыйлабайсың ба? Көчөдө отырасың, жери болсо ичкериде жылуулукта. Карачаны, жыргап жүрөт эмнени улудасам деп. Сен мышык, ал болсо чычкан, кел ичкери кирип. Казакчада өтө окшош, бирок эмнеси? Кыргызча. Шашпатам. Мыжык менен чычкан ынтымакта жашаса болот. Эгерде сурасаң ал тамак менен бөлүшөт. Бөлүшөт? Биз мышыктарбыз, сесиңдеби? Мышыктар сурабастан алат. Койчу ал болгону күнөөсүз бир чычкан. Коя тур, токтой тур. Эмнеге дайым урушабыз? Биз көз окшошпуз да, урушкандын кажети жок. Кел бул эле башкача кылабыз. Эмне кылганды Том өзү тандасын, макулбу? Сен туура айтасың. Том, мен сага ишенем. Келе соо десе, мени уят кылба Том. Басқасы болуы мүмкін, иә. Біз енді бір шешімге ортақ негізінен келдік, бірақ несі талқылап отырмыз да, негізінде қазақша жақын деп ойласам басында, одан кейін қырғызша деп отырмыз. Негізінде қарақалпақ тілді жақын, бірақ ол қазақша көбірек. Жоқ, бұл жерде А-нын орнына көп О қырғыз тіліне қолдану. С-нын орнына Ш қолданып та, болуш, олуш не деген сияқты. Сосын У қолданады, иә, олар У, екі көп кетеді. Сондықтан қырғызша деп ойлаймыз. Иә, қырғызша болуы керек. Негізінде біздің ойлап жатқан қырғызша. Дұршылан бұйық. Тоқ келді. Алып жүрдім. Сәтті. Киносы. Мен көріп отырып жүрдім. Жаңадан басы аяғына дейін. Уақытымыз елі жеткілікті болса. Ал енді кішкене қиын. Қыпшақ тобыны көрейші? Иә, бізге жақын Қыпшақ тобы. Қыпшақ тобы 5. Өзіміз сенімді болса, тағы 1000 теңге тегейік па? Давай, кеттік. Аққош башқұрт тілінен аударғанда қандай мағына береді? Аққош. Менің ойымша бұл қоштасумен байланысты нәрсе, аққош деген. Қош бол, ақжол деген сияқты. Дұрыс, негізі ол жағын. Басқа ойластырып та. Аққош дегенде маған несі, бір кісі еркелетіп жатқан, аққош қалайсың деген. Бірақ оған келмейтін шыққан башқұрттарда. Башқұрт тілін аққош. Енді ақ, барлық түркі халықтарына ақ деген түске келші. Қыпшақтарда бізде сорын иә, қыпшақтар бізге жақындау. Қош деген, қош болсын, сау бол деген сияқты. Сенің айтқаны тура келтен сияқты, менің шешеді. Сондықтан жаңағы сенің айтқаны қосылам. Соған не деп айтамыз? Қош болу дейміз ба? Ақжол деп айтайық, қазақша ақжол. Жоқ, қазақша не дейсің? Қоштасуға не дейсің? Жол болсын деген сияқты. Жақсы сөз деп айтамыз. Ақжол, тілек, ақ тілек деген сияқты. Тілек дейміз ба? Тілек дейміз, ақжол деп айтаса, бір аудармасы деген кезде бір сөз айтуымыз керек, сондан ақжол деп сол мағынаға келетін сөз ретінде айта салайық. Ақжол. Дұршылан бұйық. Көрейік. Келем. Аққош. Бірдемені ойлауым керек. Аққош. Түркшеде құш бар. Біз неге келген қазақша жақын деп ойлау, негізінде түркшеде қош деген, құш деген нәрсе бар. Ол қош, құс. Енді шыны көп қолданды екен, сондықтан аққу, бірақ аққу. Оған дәл бірден келтіре алмайтын ғой, аққу. Жарық бұдан кейін білетін болады. Егер башқұртстан барса. Қарлық тобын көрейік. Қарлыққа кеттік. 5. 5. Сен айтып қалады. 5 теңге көрейік. 5 теңге. Кішкене енем деп жатырыз енді. Ау, 2000 теңгеге дейін көтердім. Біз себебі бұна сенімсіз. Ең соңғы сақтап отырмыз ақшамызды. Қарлық тобы 5 теңге. Бұл жолы сен Тауыз ұйғыр тілінен аударғанда қандай мағынаны береді? Сіздерде достарыңызға қоңырау шалу мүмкіндігі бар. Енді кімге қоңырау шалайық? Қоңырау шаламыз ба, әлде не істейміз ба? Шалайықшы, бізге кішкене ой пікір жағынан көмектесесіз. Енді мен бізде Аршат деген досымыз бар, өзі негізінде түрік тілін жақсы біледі, ары қарай енді информацияларға салада істеп жатқан кісі. Енді дүнияға көзқарасы ашықты, білетін шығар деп ойлап отырмыз. Ең болмағаны бір ой көретін шығар.
Endi onda ketib o'tirmiz. Areке. Сан 9 сияқты сондай бір нәрсе болады. Тауыз. Алло, рейс қалайсың? Ассалаумағалейкум. Жақсы, біз қазір түркі тілмаш бағдарламасының қонақ болып отырмыз. Bir сұрақ бар, сенге көмек сұрап отырмыз. Уйғур тілінен аударғанда тауыз қандай мағынаны береді? Тавус. Тавус? Я, тавус. Явуз деген сияқты, бірақ төмен. Тавуз. Тавус деген құс емес па ол? Я, мүмкін ана. Тауыз құсы. Я. Вот, біз есіміз түсіре алмай жатырмыз да, қандай екен. Негізінде, дұрыс айтасыз, сондай болуы мүмкін. Это күшті. Рахмет рейс, егер жеңіп алсақ, кешкі тамақ ішеміз. Тоқта, тағы да ойламай. Қандай варианттар бар? Вариант емес, бірден жауабını беру керек. Тавус, тавус. Я. Бізде тавус деген құс бар ғой, сол Менің ойымша сол. Соған келіп тұр, енді ғана есіміз түсті. Рахмет рейс, жақсы. Жақсы. Өздеріңіз талқыласаңыздар болады. Мен талқыға келгенде одан басқа. Былай ойлап тұрмын, жаңада мысалы тақырып құстармен жүретін сияқты да, жаңа қыпшақ тілінде мысалы ку шықты, аку. Тауыс, оның жақта келісінде тағы. Бір-бірімен қатысы бар, жалғасы. Байланысы. Сондықтан өйткені басқа сөз есіме түсе алмай жатырмын енді. Онда сол. Тауыс құсы. Дұрыс жауап берейік. Қарбыз. Логикамыз жүрмей алды. Тауыз, арбыз. Өте ұқсас емес негізінде. Тікелей ма не істемем жоқ. Билетім боламыз енді егер де ол жаққа баратын болсақ. Тауыз қалаймын, тауыз берші маған деп айтасам. Бұдан ұтылып кеттік. Жарайды, келесі кішкі ұзаққа. Сирек тілге өтейік. Ең соңғы. Бұнда тапты қалдырайым бұнда. 5. 1000 теңге дейік та. 1000 теңге дейік. Сосқа. Хакас тілінен аударғанда қандай мағынаны білдіреді? Соска. Енді соска деген жаңағы. Шошқа деген сияқты. Шошқа деген сөзге келуі мүмкін. Бізде соска деген орысшада бар ғой деймін. Жаңағы балалардың ішкен кезінде қолданып жатқан ыдыстың несі басы. Сосқа енді шошқаға келіп тұр. Қазақшамен ойласақ, сосқа, түркше ойласақ сосқа. Состық жоқ, состық көмеді. Соспен ненің басқа сөз жоқ. Сосқаның баласы. Жоқ, тек қана соған не деп ойлама, сосқа деген солға, оңға деген сияқты соның Сос. Жоқ, енді ол сөзді айтқан, ол сөзден бастысы есіме түспеді. Енді сол айтып тұрмын, оның пікір таластырып берді, сен қайталай береді екенсің. Не істейді? Дауысты ойлап отыр сыртымда. Ойланыс бұдай. Уақытыңыз бітті ма? Шошқа. Шошқа, жануар. Жануар. Дұрыс жауабын көрейік. Өте ұқсас екен шошқа. Енді сол жаққа баққанда боқтайтын сөзі уже білеміз. Тамаша, әрі кеттік. Енді бізде соңғы... Тек сол қалып тыңдап қалды, соны тыңдап тап. 5. 2000 теңгеміз тегейік. Biliyorum. Kolay değil yaşamak. Gönül verip türkü söylemek yar üstüne. Evet, kıyım ama. Benim bile anlayamam. Yıldız ışığında dolaşıp geceleri, gündüzleri gün ışığında ısınmak. Şöyle bir fırsat bulup yarım gün yan gelebilmek Çamlıca tepesine. Çamlıca Bu kime? Bin türlü mavi akar boğazda. Bilesin mi? Жоқ, енді дауысын Her şeyi танып тұрған жоқ. unutabilmek maviler içinde. Öленin өзін біліп тұрмын да. Енді осындай қиын неге сұрақ қоясыздар? Ең соңын қалдырды. Біз енді өзіміз қалай табамыз деп жаңадан қиынып отырмыз. Жоқ, бірақ соңға қалғаны күшті болды. Кішкене жеңілдеп кеттік енді. Күшті қоштасудан сұрақ болып қалды. Енді бірден берейік жауабын. Түркше. Көңілмен нені айтып отыр да, тұрған жерін кезіндегі. Стамбулдың бір несі бар да, Çamlıca деген төбелері биіктік. Сол жақта бұрын ақындармен, нелермен танымал да, көп адам сол жаққа барып шабыт табады да. Сол туралы, сол кештерді туралы айтып жатыр сол туралы. Жалпы жақсы сезіммен айтылып жатқан өлең екен. Дұрыс жауап берсек,
21 мың теңге болады. Қателесек 17 мың теңге қалады және сертификат аласыз. Сіздеріңіз қалыңыз. Түркше. Дұрыс жауап көрейік. Көрейік. Орхан Вели сол. Орхан Вели Дыбыстаған адам басқа. Орхан Вели деген атақты не ақын. Баке эдебият жағынан мықты, күшті біледі ондайды. Яшамақ. Яшамақ. Жасау, өмір сүру. Тамаша. 21 мың теңге. О, күшті. Айтқаныңыздай, енді түркі тілмаш бағдарламасы бойынша қатыстық, өте қызықты. Өзімді сырттан негізінде ютубтан қарап жүргем. Енді түркі халықтарының негізінде көбісі ұқсас тілдер бар арамызда, күнделікті қолданып жүрген. Бұл жерде көбі сөздердің бір-біріне ұқсас екенін қатты ойламау керек екенін, өйткені қазақшада немесе түркшеде қалай болса дәл сол мағынаны білдіретін, кейбір сөздердің дәл сай келмейтінін көрдік. Бірақ та түбіміз бірдей болғандықтан, енді бір ғана түркше таза сөйлеген, түркше, қазақша болсын, қандай да бір түркі тілі болса, бір-бірімізден сөз табыса аламыз. Соған енді біліп отырсақ, ағайын күшті болар, бір жаққа барғаны тек қана өз тілімізде, таза тілімізде сөйлесек, ары-қарай бірімізді міндетті түрде түсіне аламыз. Сондықтан рахмет сіздерге осындай қызықты программаға қонақ қойып жатқандарыңызға. Бұйырса ары қарайда сіздер қарайтын, көретін боламыз. Біріншіден маған ұнаватқан нәрсе осы жерде. Осындай форматта мен басқа неде көрмедім әлі. Мысалы түркі тілдердің арасында. Түркшеде де өте көп YouTube бағдарламасы бар. Және тілге байланысты осындай біздің түркі тілдерінің несі бар да, бір ортақ әртүрлі формат бар, бірақ дәл осындай ешқайда жоқ. Біріншіден жарыс форматы өткені адамға қызықтырады. Екіншіден сол білмеген нәрсені білуге ұмтылуға не істейсің да, адамды итермелейді. Сол жағынан маған несі формат қатты ұнап жүр. Өзім қатысқаныма да қуаныштымын. Рахмет. Негізі әлемде 300 миллионға тарта түркі ұлттары бар, жалпы халықтардың саны 40-тан асады. Бағдарламаның мақсаты әр түркі халқы өз тілінде сөйлесіп, бір-бірімен аудармашы түсінісу. Сіздер бүгін өте керемет білімдеріңізді көрсеттіңіздер. 21 мың теңге құтты болсын. Рахмет. Ал сізге рахмет.